Сәлем достар, бүгін біз үй жұмысын істейміз. 25-ші беттегі 6 мен 8. 6-ның астында 6 хат қалта 54 теңге. Ал 45 теңгеміз белгісіз хат қалта. Оны біз табу үшін 54-ті 6-ға бөлеміз. Сол кезде 9 шығады. Ал 45-ті 9-ға бөлгенде 5. Сонда жауабы 45 теңгеге 5 хат қалта сатып алуға болады. Енді әсі. Бізде 45 теңге төленді. Ал біреуі 9 теңге, ал екіншісі 7 теңге. Біз оның жауабын шешуін табу үшін 45-ті 9-ға бөлеміз. Сол кезде 5 шығады. Ал біз 5-ті 7-ге көбейтеміз. Сол кезде 35 шығады. Сонда жауабымыз 35 теңге төлеу керек. Босы, бір дәптер қап 4 теңге, ал 6 дәптер қабымыз белгісіз теңге. Біреуі 8 теңге сатып алынды белгісіз дәптер. Шешуін табу үшін 4-ті 6-ға көбейтеміз, 24 шығады. Ал 24-ті 8-ге бөлгенде 3. Сатып алынды 3 дәптер. Енді 8-ші етеп. Мына жақта фигуралар берілінген. Мынау фигура 6 бөлікке бөлінген. Солдан мына жақта 6 бөліктің 1 бөлігі боялған. Ал мына жақта 3 бөліктің 1 бөлігі боялған, ал мына жақта 2 бөліктің 1 бөлігі боялған, ал мына жақта 12 бөліктің 1 бөлігі боялған. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар.